Сиқырлы тас. Баяғы өткен заманда бір байдың жалғыз баласы болыпты. Бір күндері бай баласына 1000 сом беріп, оны алыстағы жәрмеңкеге жіберіпті. Бала бірнеше күн жәрмеңкені аралайды да, басқа ұнамды ештеңе таба алмай, әкесінің берген ақшасына бір мысық сатып алыпты. Ол үйіне қайтқан соң бай баласының келгенін естіп, не нәрсе сатып алғанын білуге келіпті. Қарағым, жәрмеңкеден не нәрсе сатып алып қайттың дейді. Әке, мен сіздің берген барлық ақшаңызға бір мысық сатып алдым. Оның қасиеттілігі сондай, жер жүзіндегі тышқаннан тышқан қалдырмайды дейді. Баласының бұл сөзіне ешбір жауап қатпастан бай үйіне қайтып кетеді. Келер жылы сол уақытта бай баласына 2000 сом ақша беріп, тағы да базарға жібереді. Бұл жолы баласы барлық ақшасына бір бүркіт сатып алыпты. Үйіне қайтып келген соң әкесі келіп сұраған екен. Сонда бала: "Ей әке, бұл жолы барлық ақшамды беріп, тамаша бір құс сатып алдым. Сірә бұл құстан құс қалдырмайтын қыран болу керек" дейді. Әкесі баласының бұл сөзіне де еш жауап қайтармапты. Келер жылы сол уақытта 3000 сом беріп, әкесі баласын тағы да базарға жіберіпті. Бұл жолы баласы бір тазы сатып алып қайтады. Үйіне келіп әкесіне мақтанып: "Әке, мен бұл жолы барлық ақшама бір тазы сатып алып қайттым. Оның өнері жер жүзіндегі қояннан, түлкіден, қасқырдан түк қалдырмайды" депті. Әкесі бұған да ештеңе айтпастан кетіп қалады. 4-ші жылы 4000 сом беріп, баланы тағы да базарға жібереді. Баласы бұл жолы бір үлкен сандық сатып алыпты. Оның ішінде не бар, не жоғын білмейді сатқан кісі бұған. "Бұл сандықты ашпа, бір өте қиын уақытта ғана ашарсың. Егер де жай уақытта ашсаң, зиян келтіреді" депті. Байдың баласы сандықты үйіне алып келіп, қуаныш қып әкесіне: "Бұл жолы берген бар ақшаңызға бір сандық сатып алып қайттым" дейді. Малжанды бай жауап бермей, баласын өз үйінен біржолата қуып жібереді. Оның сатып алған мысығын, бүркітін, тазысын, сандығын өзіне береді. Байдың баласы жылай-жылай сандықты арқалап жүре-жүре шаршайды. Бір жерге демалуға отырады да, сандығын жерге қойып, өзі ойға кетеді. Осы сандықты сатқан сатушының айтқан сөзі ойына түседі. Сандықты сол жерді ашып қараса, ішінде бір үлкен жылан жатыр екен. Жыланды көріп, ол талып қалыпты. Көптен соң көзін ашып қараса, жылан адамның тілімен сөйлеп отыр екен: "Ей жігіт, мені сатып алғаныңа көптен көп рахмет. Мені сен өз үйіме жеткіз. Ондағы менің таталарым сенің істеген жақсылығыңа қарай шамасы келгенше жақсылық істер" депті. Байдың баласы олай ойлап, бұлай ойлап, не болса да бағымды сынап көрейін деп сандықты арқалап жыланның айтқан жеріне келеді. Ол бір терең құз екен. Құздың іші толған жылан екен. Адамзатты көріп, жыландар бәрі басын көтеріп алып ысқырыпты. Туғаннан бері мұндайды көрмеген сорлы бала қорыққаннан арқасындағы сандықтың аузын ашып, ішіндегі жыланды қоя беріпті. Жылан сандықтан шығып, өз тілінде ысқырған екен. Жаңағы жыландар қайтадан өз орындарына жатыпты. Сонан соң қасындағы жылан баланы өз ініне ертіп келіпті де, өзін сыртқа тастап, оны өзі ініне кіріп кетті. Аздан соң жылан іннен қайта шығып, адам тілімен көп-көп рахмет айтты да, балаға бір жасыл тас береді. "Бұл тастың кереметі сондай, көңіліңдегіге қолыңды жеткізеді, бірақ бос жерге тастаушы болма" депті. Бала бұған қуанып: "Мені көзді ашып жұмғанша құсым мен тазыма жеткіз" дейді тасқа. Жыланның айтқан рас екен. Көзді ашып жұмғанша баланы айтқан жеріне жеткізіпті. Тастың кереметіне көз жеткен бала: "Енді бізді ешкім білмейтін патшаның жеріне жеткіз" депті. Тас оның айтқанын орындап, көзді ашып жұмғанша бір жерге алып келеді. Бала жан-жағына қараса, алыстан бір үлкен шаһар көрінеді. Бала итін, мысығын алып шаһарға келіп, ең шеттегі бір үйге келсе, үйде бір шал мен кемпірден басқа ешкім жоқ екен. Ол шал мен кемпір оны бала қылып алыпты. Бала күнде таңертең аңға шығып, құс әкеліп, шал мен кемпірді асырап жүріпті. Bir күн ол шықпай аңға шығып бара жатса, күннің екі бөлік боп шығып келе жатқанын көреді де, шал мен кемпірге қайтып келіп, мұның себебін сұрайды. "Қарағым, бұл жерде күн біреу-ақ. Екінші күнмен қатар таласып шыққан хан қызының нұры" депті кемпір. Ол жерде бала хан қызына ғашық болыпты. Келер күні: "Ханның қызын маған айттырып кел" деп кемпір жібереді. Туғалы мұндайды естімеген кемпір әуелі шошып, баласы жалынып болмаған соң амалсыз бармақшы болыпты. Бала соған: "Ертең ерте таң атпай, сен ханның ордасына барып, есігінің алдын сыпырып тұрғайсың. Хан тұрған соң, бұл неғып жүрген кемпір деп сұраса, сен ханның қызын балама айттырғалы жүрмін дейсің. Сонда хан ашуланып, сені зынданға сал деп құлдарына бұйырар. Құлдары сені зынданға тастап жүргенде, сен аман-есен үйге келесің" дейді. Сонымен бейшара кемпір ертеңіне ерте орнынан тұрып, ханның ордасына барады. Хан оянған соң кемпірді қойып: "Неғып жүрген кемпірсің" деп сұрайды. "Мен сіздің қызыңызды айттырғалы келген едім" дейді кемпір. Хан бұған ашуланып, құлдарына: "Кемпірді зынданға сал" деп бұйырады. Құлдары кемпірді қолынан ұстап зынданға тастап жіберген екен. Кемпір зынданға түспей, аман-есен өз үйіне қайтып кетті. Баласы ертеңіне тағы да кемпірдің ханның қызын айттыруға жібереді. Кемпір ханның үйіне келіп, тағы да есігінің алдын тазалап жүргенін хан көреді. Кешегі кемпір екенін білген соң, құлдарына сенбей зынданға тастауға ханшаларын қосып жібереді.
Құлдары ханшалардың көзінше кемпірді зынданға тастап жіберді, бірақ кемпір тағы да өз үйіне қайтып кетті. Келесі күні кемпір тағы да барыпты. 3 қабатқа барғанда әйдіге ханның өзі шығып, кемпірді өз қолынан кескілеп отқа жандырып жіберіпті. Баласы мұны біліпті де жасыл таспен кемпірдің өртенген сүйегін жиып алып, тағы да тірілтіп өз үйіне келіпті. Кемпір өлместігін білген соң ертеңіне тағы да барып ханнан қызын сұрапты. Хан кемпірді көріп, мұның өлмейтініне көзі жеткен соң, мұнан құтылмаспын, онан да қалың малды көп сұрап шошытып құлатайын деп кемпірге: "Ей кемпір, мен саған қызымды берейін, бірақ қалың малына 40 қара жорға, 40 қара жүйрік ат бер, түсі бірдей болсын, 40 нар түйе бер, түсі бірдей болсын, бір түсті 40 сиыр, 40 қой бер, түсі бірдей болсын, 40 ешкі бер, ені түсі бірдей болсын. Сонан соң бір түннен қалдырмай жерде демес, көкте демес бір алтын сарай жаса. 2 бәйтерек орнат, оның бірін алтыннан, бірі күмістен болсын. Осы 2 бәйтеректің түбіне бұлақ ағызып қой, сонда ғана қызымды беремін" депті. Хан осы сөзіммен кемпірден құтылдым деп ойлайды. Кемпір үйіне келіп, баласына бастан аяқ ханның сұраған қалың малын айтқан екен. Баласы далаға шығыпты да жасыл тасты алып, баяғы ханның сұраған қалың малын айтып қоя беріпті. Ертеңіне бала орнынан тұрса, бәрі де айтқандай орындалған екен. Хан тұрып қараса, кешегі сұраған қалың малының бәрі ордасының жанында жүр екен. Не көкте емес, не жерде емес, алтыннан жасаған сарай күнмен шағылысып төбеде тұр. Гауһар тас пен күмістен жасалып орнатылған 2 бәйтерек тұр. Ол екеуінің түбінде бұлақ ағып жатыр. Хан 40 күн той, 30 күн ойын қылып, кемпірдің баласына қызын беріпті. Баланы өзінің орнына хан қылып, біраздан соң кәрі хан дүниеден қайтыпты. Хан болса, бала жасынан үйренген әдетімен ерте тұрып, итін ертіп, құсын алып, аң аулап жүре береді. Бір күні далада аң аулап жүргенде оған бір қуаяқ кемпір кез болады. Кемпірді көріп, хан аяп, өз үйіне қызмет қылуға кеп қояды. Кемпір ханның үйінде ханнан басқа адамды көрмейді. Не жұмыс болса да өзі істеп, өзі бітіп тұрғанын көреді. Кемпір мұны көріп, ханға айтуға батпай, ханынан сұрап, ханша айтады: "Ханның бір жасыл тасы бар, сол жұмысты сол істейді" дейді. Сонда кемпір айтады: "Мен жұмыс істеткенше бәрін сол тасқа істетейік. Хан аң аулап кеткенде тасын үйге тастап жүрсін, соны сұрап алып қал" дейді. Ханым мұны мақұл көріп, тасты ханнан сұрап алып қалған екен. Бір күні тас кемпірдің қолына тиген соң, тасты алып кемпір: "Осы ханымды алтын сарайымен менімен Қарақұл деген ханның жұртына көзді ашып жұмғанша апар" дейді. Тас айтқанын орнына келтіреді. Кемпір Қарақұл деген ханның жіберген жансыз екен. Ханның ханымы Қарақұл қыз күнінен ғашық болып жүреді екен. Қарақұл хан ғашығы келген соң 40 күн ойын, 30 күн тойын қылады. Мұндағы қалған бала аңнан қайтса, үйінің орнында жұрттан басқа дәнеңе жоқ. Зар жылап, ел жұртынан айырылып, бір күтін итін, мысығын алып, айдалаға шығып, адам жүрмейтін, құлақ естімейтін жердегі бір үлкен өзеннің бойына барып, балық аулап, тамағын асырап тұрады. Арада неше айлар, неше күндер өтеді. Бір күні мысығы мен иті екеуі отырып өздері ақылдасады: "Бұл сорлы бізді өлімнен алып қалып еді. Осы күнге дейін асырап сақтап келді. Енді біз бұған жақсылық көрсеткен жоқпыз. Енді біз мұның жоғалтқан тасын тауып берейік" дейді. Сонымен иесі ұйықтап жатқанда ит пен мысық екеуі тас іздеуге сапар шегеді. Көп күндер, айлар өткен мезгілде ит пен мысық бір үлкен шаһарға келеді. Шаһардың ішін аралап жүрсе, не көкте емес, не жерде емес, баяғы өз иесінің сарайын көреді. Бір күн Қарақұл хан көріп, мысық пен итке тамақ бергізіпті. Ит пен мысық сол үйдің бірі ішінен, бірі сыртынан күзетіп жүрді. Сөйтіп жүргенде мысықты Қарақұл хан жақсы көріп, тамақ ішкенде жанына тұрғызатын болыпты. Мысық тастың ханның өзінде екенін біліп, итке айтады. Ит бұған ақыл үйретеді: "Сен бір күні хан тамақ ішіп отырғанда бір тышқанды ұстап алып, тірідей жұтып қой. Хан мұны көріп, мырс етіп күліп, сені қабырғаға түртіп жібереді. Сонда тышқанды қайтадан құс. Сонда ханның жүрегі айнып хақ деген кезде аузындағы жасыл тасы ұшып жерге түсер. Сонда тасты сен тез қағып ал да маған жеткіз. Мен үйден ала қашып кетермін, сен арқамнан мінгіземін. Соң тасты емізге апарып береміз" дейді. Иттің үйреткенін мақұл көріп, мысық иттің айтқанындай бір күн тамақ ішіп отырған досының бәрін істепті. Мысық тасты ала қашып, итке беріп, ит мысықты арқасына мінгізіп, ала қашып, мысық дауласыпты. Судан өткен соң мысық айтыпты: "Сен маған бер, сен үлкенсің, шаршағанда тілің салақтап, аузың ашылып кетеді де тас суға түсіп кетер" деп. Ит бұл ақылға көнбей судың ортасына келгенде, мысықтың айтқаны келіп, иттің аузынан тас түсіп кетіпті. Сол уақытта ұшып келе жатқан үйрек тасты қағып ап жұтып қойып кете беріпті. Арғы жақтағы баланың бүркіті бұны көре салып, үйректі іліп түсіпті де есіне беріпті. Ит пен мысық судан шыққан соң өзді-өзі ұрсысыпты. Бала ит пен мысығына риза болып, үйректі сойып жүрсе, үйректің ішінде тас жатыр екен. Бұған қатты қуанып, сол жерде тасқа көзді ашып жұмғанша Қарақұл ханның қатынын, кемпірін, өзін барша алтын сараймен баяғы орнына алып кел депті. Тас бәрін алып келеді. Бала баяғы өзінің хандық құрған еліне келіп, Қарақұл ханды, оның әйелін, кемпірін өлтіріпті де өзінің орнына бір жақсы адамды хан қылып отырғызып, өзі итімен, мысығымен, бүркітімен, тасымен жаһан кезіп кетіпті.